Егер сіздің басыңыз жиі ауыратын болса, мазасыздық мазалайтын болса, сізге таблетка емес, система емес, сізге жаяу жүру керек. Көп адам айтады, басым ауырады, желкем тартады, құлағым шуылдайды, ұйқысыздық мазалайды, қорқыныш үрей болады. Ал бірақ күні бойы отырады. Ғылыми факт, егер адам күніне 1 сағат жаяу жүрсе, миға оттегі 20%-ға көп барады. Екінші факт, БДНФ гормоны, мидың жаңару гормоны көбейеді. Ол нейропластичность. Мен невролог ретінде айтамын, кейде ең мықты терапия ол қозғалыс. 1 сағат жаттығу жасап жаяу жүрсеңіз, бас ауруы, күйзеліс азаяды, ұйқыңыз жақсарады. Ми бұлшықет сияқты. Қозғалыс болса жақсарады, қозғалыс болмаса нашарлайды. Егер басыңыз жиі ауырып, мазасыздық мазаласа, өзіңізді қинамаңыз. Жеке консультацияға жазылыңыз. Бас аурудың себебін анықтап, дұрыс ем тағайындаймын. Сақтап қойыңыз.